Атамекенге кіруге әрбір кәсіпкер міндетті. Келесі жылдың жазына қарай менмін деген алпауыттарға түгелімен осындай талап қойылады. Бұл жөнінде Атамекен ұлттық палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов мәлімдеді. Айтуынша, бұл бағыттағы жұмыстардың алғашқы қадамы қазірден жасалып жатыр. Тиісті заңдарға өзгеріс енгізу де қарастырылып қойған. Соған сай ұлттық экономикалық палатаға барлық кәсіпкерлердің міндетті мүшелігі қажет. Атамекен ұлттық экономикалық одағы Қазақстандағы бизнес қауымдастықтың басын құрайтын ұйым. Қазірдің өзінде оған шағын, орта және ірі кәсіпкерлікпен айналысатын 180 нысан кіреді. Палата олардың жұмысын үйлестіріп, барлығына ортақ қиындықтарды жұмыла шешуге күш салып келеді. Оның ішінде бизнес иелерінің мүліктік және өзге де заңды мүдделерін қорғау басты назарға алынған. Бізге қиын болып қалған мәселе әсіресе шикізат көзіндегі үлкен компаниялар. Жаңа аттары да аталып кетті, Қазақмыс бар, Касынг бар, Шеврон бар. Міне сол жақта қазір Атамекен үлкен жұмыс, біздің Атамекен басшылығынан сондай талап қойылды. Осы жұмысты күшейту, сондағы қазақстандық өндірістің процентін өсіру.